Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгінде амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Әзір ғана бір цзэдай яңгуаңда және бір ханзуша өлеңді жолдап қойдым. Енді ода айтыпты, бір адамдар болады ғой өзі. Сондай бір оң энергияға толы, өзінің нұр шұғыласын, нұр сәулесін жанындағы маңайындағыларға шашып тұратын. Сондай бір адамдар болады. Ондай досыңыз болса жаныңызда, сіз мейлі өмірдің бір өте тоқырау кезеңін басыңыздан өткізіп жатыңыз. Сондай кезең болса да, сондай бір жылы, бір мейірге толы, бір сондай жақсы көңіл күйде өткізесіз сол досыңыздың арқасында. Ондай адамдар бейне бұршақ гүл секілді. Болмаса бір жаңбыр жауып ашылғаннан кейінгі бір кемпір қосақ секілді. Болмаса бір тып-тыныш бір үлкен теңіз секілді, сондай әдемі көңіл күй сыйлайды ғой адамға. Енді сондай адамдардың өзінің ішкі дүниесі мүмкін аласапыран күйде болады, мүмкін ол күйзеліп тұрады, бірақ ол өзінің күйзелісін, өзінің сол көңіл күйін сізге білдірмейді. Ол тек қана бетіне сол бір әдемілікті, бір көңілділікті алып жүреді да, сізге нұрын шашып, сізге бір оң энергия бағыштап тұрады. Енді осындай досыңыз болса, жаныңызда қадірлеңіз деп айтқым келеді. Ерекше жақсы ғой. Енді сол әрбіреуіміз, мысалы, біздің айтқан әрбір ауыз сөзіміз елдің бәріне ұнамайды ғой. Ұнасын деп те айтпаймыз, мысалы. Бірақ та енді және де кейбір адамдар болады. Бір адамның ойын өзгерткісі келіп тұрады. Бір адамның айтып жатқан сөзін дұрыстап бергісі келіп тұрады, мысалы. Мен ойлаймын, енді әрбір адам шынайы өзі болып жасау керек. Сен қалайсың, солай өзіңді бейнелеуің керек. Егер де ол сенің сондай екеніңді басқа біреу қабылдай алмаса, онда оған амал жоқ. Ол менің осындай екенімді қабылдай алмайды екен деп, сіз басқалай соған жағу үшін басқалай өзгеруіңіздің қажеті жоқ. Өйткені сіз кімге жағып боласыз, мысалы. Сол секілді соларды айтқым келеді. Бәрімізде бір сондай бір жақсы нұр шұғыламызды шашып тұрсақ елдерге, өте аузымыз, мысалы, елдің көңілін ауыртып алатын сөздерді көп айтпасақ дегім келеді. Енді мен өзім де өзгеру барысындамын, біреудің көңілін ауыртпай сөйлеуге тырысамын. Бәрімізде солай болсақ, оң энергияға толы болсақ деп айтқым келеді.